Бәйбіше, 3-ші бөлім. Бір кезде әкейдің бәйбішесі: «Сәке, дастарханға жүріңіздер, ет дайын болды» деген соң беті-қолымызды шайып үйге кірдік. Төр жаққа жайғасқан соң әкейдің отбасы мүшелері толық жиналды. Бір қауым ел болды. Үлкені бар, кішісі бар, арасында ару қызда, кішкентай балалар да бар. Құдай-ау, бұл үйде қанша адам тұрады өзі деп іштей таңданып отырғанымда Сабырхан әкей отбасымен таныстыра бастады. Әкейдің 4 әйелі бар екен. Біз отырған үй бәйбішенікі екен. Ауылдағы 3 үй кейінгі әйелдерінікі. Қазақта алдыменен бәйбіше, екіншісі тоқал, үшіншісі сайқал, төртіншісі аққолтық деп аталады ғой. Ал осындағы бала-шаға осы кейінгі 3 әйелінен. Бәйбішесі үйленгеннен кейін біраз уақыт сәби сүйе алмай жүріп, жаңағы Гүлімді жасы өте босанып, онан кейін құрсақ көтере алмапты. Сөйтіп, Сабырхан әкей соғысқа кетіп, ауыр жарақат алып, соғыс аяқталмай жатып елге оралғанда, сұм соғыс жалғыз інісін жалмап. Бәйбіше келінін 2 баласымен қолына кіргізіп алыпты. Онан кейін аш-жалаңаш жүрген бір жесірді де бір қызымен қолына кіргізіп алыпты. Сөйтіп, және ешкімі жоқ, күйеуі соғыста қаза болған, басқа жақтан ауып келген аққолтықты да аяп, бір баласымен қолына алып, 4 әйел әкей соғыстан оралғанша бір-біріне сүйеу болып, балаларына бір қазаннан тамақ беріп, азын-аулақ малды бағып, егістіктен масақ теріп күндерін көріп отырған екен. Әкей оралған соң бәйбіше інісінің әйелін әмеңгерлікпен аласын. Алана екеуін 3-ші, 4-ші әйел етіп алып, жесір мен жетімдерге пана болып, қаңғыртпай өз қанатының астына ал. Мен басқа құрсақ көтере алмадым, осылармен ұрпағын көбейеді деп көндірген екен. Содан бір ауладан үй соғып, жесір мен жетімді қанатының астына алып, 4 әйелден ұрпақ өрбітіп, бір аулада тату-тәтті тұрып жатқан жайы бар. Кейінгі әйелдерінің балалары бәйбішені Дәу апа деп атайды екен. Бәйбіше өте ақылды, сабырлы, мейірімді жан екені көрініп тұр. Осы әулетті басқарып, күйеуінің балаларын бөліп жармай, барлығына мейірімін төгіп, бір аулада ұстап отыру деген оңай шаруа емес қой. Мұны естігенде әкем екеуміз аң-таң болдық. Жаңағы ару қыз 3-ші әйелмен еріп келген қыз болып шықты. Осы кезде бәйбішенің қызы Гүлім кіріп келді. Ол да аққұба келген. Өте ренді еді. Ұзын бойлы, ет жеңді, шымыр қыз екен. Қолаң шашы беліне түседі. Жаңағы шабандоз қыз бен мына ұзын көйлектегі қыз екеуі екі басқа. Әкесі осы қыздың ерекше жақсы көретіні байқалып тұр. Гүлімді төрге шығарып, менің жаныма отырғызды. Бойжетіп отырған қыздары Сәбира мен осы Гүлім екен. Гүлім жаныма жайғасқанда, төмен жақта отырған Сәбираш отты жанарымен маған бір қарады да орнынан тұрып кетіп қалды. Оның мұнысын мен түсіне алмадым. Маған ренжулі ме деп ойлап қойдым. Ет жеп, сорпа ішіп болған соң әкейдің кейінгі әйелдері, балалары өз үйлеріне тарқасты. Біз де үйде қонақ бөлмеге жайғастық. Әкем досымен біраз уақытқа дейін әңгімелесіп отырды. Мен әлгі Сәбирашты ойлап, әкем осы қызды алып берер болса, үйленемін деп қиялдап жатқан болатынмын. Сәлден соң әкем жаныма келіп, «Тәкіш,
ұйықтап қалмадың ба? Деп сұрады. Мен, жоқ, жаңа күндіз ұйықтап алдым ғой, деп едім. Әкем, тәкіш, мен сені осында өзіне қалыңдық көрейік деп ертіп келдім. Өзің көріп отырғандай, Сабырхан әкеннің әулеті өте керемет. 4 әйелді ептеп, бала шағасымен тату-тәтті тұрып жатқан жайы бар. Балалары өте тәрбиелі. Досыммен құда боламын. Осы үйдің қызын саған жар етіп алып қайтамыз. Сабырханмен бұл жайлы ақылдасып, сөйлесіп, келісіп те қойдық. Дегенінде таң қалмадым. Әке, дегеніңіз болсын. Маған Сабира ұнады. Мен қарсы емеспін, дей бергенімде, әкем, Сабирасы әлгі 3-ші әйелмен еріп келген қыз ба? Ол Сабырханның тұқымы емес қой. Тек сізді қайтесің? Өй, сен де осынша жасқа келіп, адам тани білмейді екенсің. Бәйбішенің қызы саған жақсы қатын болады. Шешесіне қарап, қызын ал, деген. Гүлімге үйленесің, деп шорт кесті. Сөйтті де, ал, жатып ұйықта, ертең сөйлесерміз, деп теріс қарап жатып қалды. Қиялым, сағым болып, көзден ғайып болды. Әкемнің қыңыр мінезін білемін ғой. Айтқанынан қайтпайды. Оның шешімінен кейін біртүрлі жүрегім қысылып, жаным құлазып сала берді. Сабираштың отты жанарының мәнісін енді ұққандай болдым. Ертесінде таңғы ас үстінде Сабырхан әкей бар отбасы мүшелерін жинап, Гүлімді маған жар етіп беретіні жайлы айтты. Бәйбіше көзіне жас алып, бізге бақ тілеп, маңдайымыздан сүйіп, қалған отбасы мүшелері де жаңа туыстығымызға құтты болсын айтып, құттықтап жатты. Әкем де мәз болып арқамнан қағып, тәкіш, көрерсің, осы қызбен бақытты боласың, деп бақ тілеп, Гүлімнің маңдайынан сүйіп, Сабырхан досы екеуі төс қағыстырып, құда болып, үй іші абыр-сабыр болып кетті. Тек менің көңіл қошым болмады. Бірақ ішкі күйзелісімді ешкімге білдірмедім. Сабираға қарап едім, екеуміздің жанарымыз түйісіп қалды. Оның да жанарынан бір мұңды байқағандай болдым. Бір кезде жанарынан жас ыршып кетті де, жүзін төмен салып, жүгіре басып, қонақ бөлмеден шығып кетті. Терезеге қарап едім, бақша жаққа қарай жүгіре басып барады. Артынан барғым келіп қозғала бергенім сол еді, әкем женімнен тартып қалды. Сөйтсем, көзі қырағы әкем мұның барлығын байқап тұр екен. Қош, сонымен Гүліммен атастырылып, әкем болашақ келініне арнап әкелген сыйын бәйбішеге ұсынып жатты. Әкем болашақта алыстан көздейтін адам ғой. Осында мені үйлендіріп алып кетемін деген нық шешіммен, дайындықпен келген екен. Демек, мұнан әжемнің, анамның да хабары бар. Сый кәделерін қалың малына дейін даярлап, әкеме беріп жіберген. Әкем алғашқы жөн жоралғысының барлығын жасады. Сөйтіп ертесінде Гүлімнің өлі тірісін беретін болып, отбасы ақылдасып, барлығын жоспарлай бастады. Қыздарын осы үйінен ұзатып, бізбенен бірге қосып жіберетін болды. Ал әкем Алматыға оралған соң көп кешікпей құдалық той жасайтын болып, осындағыларды сонда күтуге алдын ала шақырып та қойды. Сонымен әп-сәтте тағдырымыз шешіліп, осы үйдің күйеу баласы болып шыға келдім. Ал Сабирашты, ғашығымды, қиялымдағы ару қызды сол таңғы астан кейін мүлде көрмедім. Шешесінің үйінен шықпай қойды. Тек ертесінде ғана Гүлімнің өлі тірісін таратып жатқанда бірақ келді. Баяғы сыңғырлаған күлкі жоқ. Апалары, Сәбеш, әпкесін қимай көңіл қошы жоқ болып жүр, деп қояды.
шынымен солай ма, ол жағын біле алмадым. Менің де жүрегім ауырып, ару қызды қимай, оған ұрғанып қарай беремін. Бір кем дүние-ай. Осынша жыл қиялдаған аруымды кезіктірдім ба дегенімде, тағдырдың жазғаны-ай. Амал қанша, әкеме қарсы келуге, тағдырға қарсы келуге батылдығым жетпеді. Сөйтіп, онда 2 күндей болып, гүлімді қолынан ұстап, жетектеп кете бердім. Көлікке отыра бергенімізде Сәбираш келіп, әпкесімен жылап қоштасты. Сөйтті де маған қарап: «Қош болыңыз, жездеке, бақытты болыңыздар, жақсы күндерде жолыққанша», деп жанары жасқа толып қараған көзқарасы көпке дейін жадымнан кетпеді. Жалғасы бар.